Hello everyone. Today we're gonna talk about clauses of result. So first of all, we need to know these words because these words connected our clauses of result. Сәлем баршаңызға. Бүгін ағылшын грамматикасы clauses of result. Қазақша баламасы жағдайдың нәтижесін көрсететін бағыныңқы сөйлемнің бір түрі болып табылады. Олар неге, неліктен деген сұраққа жауап бергенге көмектеседі. Ал ендеше біз формуласына назар аударамыз. Формуласы бізде 7-ге бөлінеді. Бірінші формуласы қараңыздар, бізде such. Such егер артикльмен келсе, одан кейін сын есім, жекеше саналатын зат есім келу керек. Мысалға назар аударыңыздар. It was such a beautiful day that we decided to have a picnic. Бұл керемет күн болғандықтан біз пикникке баруға шешім қабылдадық. Яғни such'тан кейін бізде артикль келгендіктен біз саналатын зат есім қолдандық. Артикль дегеніміз әрине оны барлығы білетін шығар. N және Z деген артикльдерден кейін қолданатын сөйлем. Ал ендеше екінші формуласына назар аударамыз. Бұл жерде дәл солай формула, бірақ артикльсіз. Артикльсіз келсе, such'тан кейін сын есім бірден, одан кейін көпше саналмайтын зат есім келеді. Мысалға назар аударыңыз. Айтпақшы, зәт бізде тұрақты. Ол барлық формулада қолданады. The restaurant served such a terrible food that we refused to pay. Мейрамханада ұсынылған тағам сондай жаман болғандықтан біз ақшаны төлеуге бас тарттық. Көріп тұрғандарыңыздай, such'тан кейін бірден сын есім болды. Food бізде көпше түр саналмайтын зат есім. Terrible жаман сын есім. Келесі үшінші формуламыз. Үшінші формуламызда such'тан кейін a lot of келу керек. Жалпы a lot of дегеннің мағынасы көп деген мағынаны білдіреді. A lot of-тан кейін көпше түрде саналмайтын зат есім келу керек. Саналмайтын uncountable noun деп атаймыз. Ендеше, мысалға қараймыз. There were such a lot of tourists that the hotel didn't have any free rooms. Ол жерде сондай көп туристер болғандықтан қонақ үйде ешқандай бос бөлме болған жоқ. Жалғастырамыз. Келесі формуламыз so'дан кейін сын есім не болмаса үстеу келу керек. Үстеу дегеніміз бізде adverb. Мысалға назар аударыңыздар. The traffic was so busy that we had to walk. Көліктің тығыздығы сонша жаяу жүруге тура келді дейді. Енді қараңыздар, so'дан кейін бірден сын есім келді. Ешқандай a lot, ешқандай артикль жоқ. Екінші мысалда бізде үстеумен бірге. It rained so heavily that the trip was cancelled. Жаңбыр қатты жауғандықтан біз саяхатымыздан бас тарттық. Яғни so'дан кейін бізде heavily деген үстеу келіп тұр. Келесі ереже, so'дан кейін few немесе many келу керек. Одан кейін көпше түрдегі зат есім келу керек. Few бірнеше, many көп деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. There are so many good restaurants that it's difficult to choose. Сондай көп жақсы ресторандар болды, бізге таңдауға қиын болды. Яғни бұл жерде few немесе many келу керек. Соңғы ережеміз so'дан кейін little немесе much. Одан кейін саналмайтын зат есім келу керек. Жалпы little-да, much-та саналмайтын зат есімдерге қолданамыз. Мысал ретінде, there was so much noise that I couldn't sleep. Сондай шум көп болғандықтан мен ұйықтай алмадым. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Ал ендеше келесі кезекте бізде тест, жауаптарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.